Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңдағы кезекті брифингін бастаймыз. Бүгінгі брифингіміздің тақырыбы Батыс Қазақстан облысында қаңғыбас жануарларды аулау және биостерилизациялау жұмыстары туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикер Нұрқайыр Ғайноллаұлы Құсайынов, Батыс Қазақстан облысы ветеринария басқармасы басшысының орынбасары. Ендеше Нұрқайыр Ғайноллаұлы, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн. Батыс Қазақстан облысының ветеринария басқармасы Қазақстан Республикасының ветеринария туралы заңына сәйкес бекітілген құзыреттерге сай қаңғыбас үй жануарларын аулауды уақытша ұстау және олардың санын реттеуді ұйымдастырады. Бұл жұмыстардың жүргізілу тәртібі Қазақстан Республикасының жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңында және сол заңның негізінде 2022 жылы қабылданған облыстық мәслихат шешімімен бекітілген Батыс Қазақстан облысы бойынша жануарларды аулау, уақытша ұстау және жансыздандыру қағидаларында айқындалған. Заң талаптарына сай қаңғыбас жануарлар және қоғамдық орындарда иесінің қарауынсыз жүрген жануарлар аулауға жатады. Жануарларды аулау оларға зиян келтірмейтін құралдар мен торларды, ілмектерді және сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған жануарларды қимылсыздандыруға арналған препараттарды қолданып жүргізіледі. Заңның талаптарына сай қаңғыбас жануарлардың санын реттеу, оларды аулап, стерилизациялап және олардың мекендеу ортасына қайтару арқылы жүзеге асырылады. Бұл жерде стерилизациялау дегеніміз жануарларды хирургиялық ота жасау арқылы немесе басқа да тәсілдермен ұрпақ өрбіту қабілетінен айыру болып табылады. Қаңғыбас жануарлардың санын химиялық препараттарды қолданып жансыздандыру арқылы реттеуге тыйым салынады. Алайда заң бойынша үй жануарлары адамдарға, жануарларға шабуыл жасаған жағдайларда немесе адамның жануардың өміріне, денсаулығына қауіп төндірген, қоғамдық қауіпсіздікке қатер төндіретін өзге де жағдайларда жануарларды жансыздандыруға жол беріледі. Көрсетілген жағдайда агрессивті жануарларды жансыздандыру жануарларға қатыгездікпен қарау болып табылмайды. Облыс аумағында қараусыз қалған және қаңғыбас ит мысықтарды аулауды уақытша ұстау, стерилизациялауды жергілікті ветеринарлық станциялар атқарады. Орал қаласы бойынша стерилизациялау және уақытша ұстау шараларын Жәңгір хан атындағы университет жанындағы қоғамдық ұйым жүргізіп отыр. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы шеңберінде ауланған қаңғыбас жануарлар уақытша ұстау орындарында ветеринарлық тексеріліп қараудан өткізіледі. Тиісті екпелер жасалып, содан кейін чип енгізіліп тіркеуге қойылады. Сосын стерилизациялау отасы жүргізіліп, 3-10 күн мерзімінде мекендеу ортасына қайтарылады. Ветеринарлық станциялар қараусыз қалған және қаңғыбас жануарлар аулау жүргізу арқылы ит мысықтар тасымалдаушы болуы мүмкін адам мен жануарларға ортақ жұқпалы аурулардың таралуының алдын алуға, жеке тұлғалардың денсаулығына зиян келтіруді болғызбау, қаңғыбас жануарлардың санын стерилизациялау арқылы реттеу, қаңғыбас жануарларды вакцинациялау мақсаттарын жүзеге асырады. Биылғы жылы қаңғыбас жануарларды аулау және стерилизациялау жұмыстарына облыстық бюджеттен 73 миллион теңге қаржы бөлінді. Жыл басынан 702 бас қаңғыбас жануар ауланып, соның 340-ына стерилизация жасалып, мекендеу ортасына қайтарылды. 362 қаңғыбас жануар тұрғындардың өтініштері негізінде жансыздандырылды. Өткен 2024 жылы облыс бойынша қаңғыбас жануарларды аулау және стерилизациялау шараларына 68 миллион теңге қаржы жұмсалды. Жыл бойында 6925 қаңғыбас жануар ауланып, соның 3885-і стерилизация жасалып мекендеу ортасына қайтарылды. 3040 қаңғыбас жануарлар жансыздандырылды. Облыс бойынша қаңғыбас үй жануарларын ұстауға арналған 19 панажай бар. Соның 12-сі ветеринарлық ұйымдарға тиесілі, сыйымдылығы 180 орындық. Бір уақытша ұстау пункті, сыйымдылығы 75 орындық, жоғарыда атап өткен Жәңгір хан атындағы университеттің жанындағы қоғамдық ұйымға меншігінде. Сонымен қатар 6
жануарларды қорғау ұйымдарына тиесілі 700 орындық 6 панажай бар. Алдағы уақытта облыстық бюджет есебінен Орал қаласының Круглозерный кентінде кентінің аумағында сыйымдылығы 350 орындық жануарларды уақытша ұстау пунктінің құрылысын салу жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта жоба бойынша тиісті құжаттар келісімнен өтіп, жобалық сметалық құжаттарға дайындауға қаржы қарастырылуда. Облыс аумағында, соның ішінде бірінші кезекте Орал қаласында қаңғыбас иттердің санының көбейіп кетуі бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Бұл мәселеге қатысты күн сайын тұрғындар, ұйымдар, мекемелердің тарапынан тиісті шара қолдану жөнінде көптеген арыз шағымдар түседі. Шағымдар сонымен қатар әлеуметтік желілер арқылы да көптеп жарияланып отыр. Қаңғыбас жануарлар санының көбеюі жекелеген тұрғындардың асырауындағы ит мысықтарын қараусыз тастап кетуі, оларды стерилизациядан өткізбеуі, сол қараусыз қалған жануарлардың топтасып жыл сайын шектеусіз ұрпақ беру салдарынан қалыптасып отыр. Санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаментінің деректеріне сәйкес, облыс бойынша ағымдағы жылдың 4 айында 584 адамды ит қағу фактісі тіркелген. Бұл соның 396 жағдайында ит қағу қараусыз иттермен орын алған. Жаңа атап өткен биылғы жылдың басынан болған 584 ит қағу фактісінің 406 қағу жағдайы Орал қаласында орын алып отыр. Өткен жылы барлығы 1902 адамды ит қапқан, соның 1341 жағдайында қараусыз иттердің, иесіз иттердің тарапынан қағу орын алды. Осы орайда көптеген тұрғындардың тарапынан қаңғыбас иттерді аулап, оны стерилизациялағаннан кейін қайтадан мекендеу ортасына қайтаруға қатысты наразылықтар, келіспеушіліктер бар. Осыған байланысты қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінде жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі қарастырылуда. Атап айтқанда, заңға қайтарымсыз аулау принципін енгізу, яғни ауланып уақытша ұстау пунктіне жеткізілген қаңғыбас жануарлары 15 тәулік ішінде жаңа иесі табылмаған жағдайда жансыздандыру жүргізу талабын енгізу талқыланып жатыр. 2023 жылдың 1 қыркүйегінен бастап заң талаптарына сәйкес үй жануарлары міндетті түрде есепке алынуға жатады. Үй жануарларын есепке алу кезінде арнайы чип қолданылып, жануарларға жеке нөмір беріледі. Сосын жануарды және оның иесінің деректері арнайы дерекқорға тіркеледі. Үй жануарларын есепке алуды мемлекеттік ветеринарлық ұйымдар және ветеринарлық саласындағы кәсіпкерлік қызмет жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар ақылы негізде жүзеге жүргізеді. Сонымен қатар, бұл жерде мемлекеттік ветеринарлық ұйымдарда тіркеу есепке қою ақысы 1000 теңге, енді жеке ветеринарлық клиникалары 2000-3000 теңге көлемінде құрайды. Сонымен қатар, заң бойынша иесі халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын үй жануарлары бюджет қаржысы есебінен есепке алынуға жатады. Бүгінгі күнге облыс бойынша 25672 ит мысықтар есепке алынған, соның ішінде 6390-ның иесі бар. Заң талаптары негізінде облыстық мәслихат шешімімен бекітілген Батыс Қазақстан облысы бойынша үй жануарларын ұстау және серуендету қағидалары бар. Өткен жылдың қараша айында осы қағидаларға өзгерістер енгізілді. Қағида талаптары бойынша үй жануарларының иесі немесе жауапты адам үй жануарын өсірген кезде адамдар мен жануарлардың денсаулығына қауіп төндіруге, айналасындағыларға зиян келтірмеуге жол бермейтін жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті. Үй жануарларын ортақ пайдаланатын орындарда, мысалы көпқабатты үйлердің подъезд, жертөле, шатырларында ұстауға тыйым салынады, рұқсат етілмейді. Иттердің өздігінен серуендеуін, адамдарға немесе жануарларға шабуыл жасауын болдырмайтын жағдайларды ұсталу керек. Мұндай жағдайлар болмаған жағдайда иттер байланып ұстану керек.
иттер қоғамдық ұйымдарда, тұмылдырықта және 2 метрден аспайтын қарғауда болуы тиіс. Сонымен қатар қағидада жануарлар иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін үй жануарлары ұғымы бар. Бұл жаңа осындай жануарларға бульдог, бультерьер, кавказ овчаркасы биіктігі 56 сантиметрден жоғары және салмағы 30 килограммнан асатын ірі тұқымды иттер жатады. Және мысық тұқым, жабайы мысық тұқымдас жануарлар осы ерекше жауапкершілік талап ететін үй жануарларына жатады. Бұл жануарларды тұмылдырықсыз және 1,5 метрден асатын қарғаусыз серуендетуге рұқсат етілмейді. Үй жануарларын ұстау және серуендету талаптарын бұзған жеке және заңды тұлғаларға әкімшілік жауапкершілік шаралары қолданылады. Биылғы жылдың 3 айында облыс аумағында иттер мен мысықтарды асырау, серуендету қағидаларын бұзған үшін полиция қызметкерлері мен 49 тұлғаға әкімшілік хаттамалар толтырылып, 865 мың теңге айыппұл салынды. Облыстық ветеринария басқармасы мен үй жануарларын ұстау және серуендету қағидаларының талаптарын түсіндіру бағытында жұмыстар тұрақты ұйымдастырылып отыр. Орал қаласы және аудандарда ветеринарлық мамандар, полиция қызметкерлерімен және журналистердің қатысуымен тұрғындардың арасында рейдтер өткізіп, осы заң талаптарын түсіндіру жүргізіп келеді. Рахмет, әріптестер, сұрақ бар ма? Коллеги, есть вопросы? У меня вопрос, вопрос по поводу случаев незаконного отстрела, да, догхантеры. В конце прошлого года объявились зоозащитники, об этом говорили, и до сих пор фиксируют зоозащитники случаи, когда находят бездомных животных, в которых есть дротики. Проводилась ли какая-то проверка, было ли какое-то расследование вообще, может быть, дела уголовные произведены? Что в этом направлении сделано за более чем год? Проведение по этим фактам, проведение проверок, расследований, наверное, это компетенция правоохранительных органов, и со стороны управления ветеринарии нами строго соблюдается, и мы требуем от ветеринарной станции города Уральска, чтобы меры по отлову безнадзорных и бездомных собак, да, бродячих собак, провели строго в соответствии с законом, строго в соответствии с правилами отлова, и они такие делаются. У нас по городу Уральска сейчас работает 2 бригады отлова, и они в рабочее время по заявлению жителей выезжают по адресам и проводят отлов. А насчет вот этих незаконных отстрелов, это к ветеринарной станции, к действиям ветеринарной станции города Уральска не имеет отношения, поэтому я не могу это комментировать этот факт. А случаи вообще за последний год были ли случаи, когда при отлове либо служба отлова пользовалась вообще дротики, может быть, какие-то? Нет, они строго, согласно правилам, отлов осуществляется сетками, которые они применяют, они работают согласно правилам. Сейчас никаких препаратов не применяет при отлове городская ветеринарная станция. Я понимаю, да, что за эти последние полгода, чуть больше, никаких ни у вас, ни вы не инициировали никакие проверки, ни вас, к вам не обращались полицейские по факту каких-то? Полицейские, со стороны полицейских проводятся проверки, они постоянно, городская ветеринарная служба отлова, сотрудники службы отлова, они дают, приглашаются в органы внутренних дел, они полицию, и я знаю факты, когда опрашивают, они дают показания по каждой случаю незаконного отстрела.
Рахмет. Нұрқайыл Ғайноллаұлы алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осымен брифингімізді аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар. Рахмет.